Биыл Алматы облысының Жамбыл ауданында 6 ауыл орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Осы күнге дейін мал басын асылдандыру бағытында дәргелі істер атқарылды. Бұл жөнінде халықпен есептік кездесуде аудан әкімі Жандарбек Далабаев мәлімдеп, осы жылы ауданда атқарылатын жұмыс бағдарын баяндады. Ауыл шаруашылық дамыған өңірде ет өндірісі бағытында 2015 жылы 3000 басқа арналған мал бордақылау алаңы салынған. Бұл Алматы маңындағы азық-түлік белдеуін қалыптастырудағы қарымды іс болған анық. Биыл Қасымбек ауылында жылдық қуаттылығы 8000 тонналық ет өңдеу зауытының құрылысы аяқталады. Сонымен қатар Қарақыстақта тауарлы сүт фермасы іске қосылады. Қазіргі таңда Украинадан 600 басқа сүт бағытындағы асыл тұқымды малдарын сатып алу келісім шарты жасалды. Осы үстіміздегі жылдың ақпан наурыз айларында жаңа алып келіп малдарды алып келу жоспарланып отыр. Ауданда атқарылатын ауқымды жұмыстар да жетерлік. Тұрғындар Ұзынағашта 150 адамға арналған стационарлық емдеу орны бар аурухана салу мәселесін көтерді. Сонымен қатар шалғай ауылдардағы көшелерге күрделі жөндеу жүргізіп, егіс алқаптарын суаратын арық жүйелерін қалпына келтіру мәселесін айтты. Кейінгі кезде сол егін шаруашылығы және бақша шаруашылығына су жеткізу өте қиын болып тұр. Біздің күрті су қоймасынан ащы су алуға шейін 72 шақырым каналдың ұзындығы. Сол каналдың 28 шақырымы ғана бетонданған каналдың асты және жиектері. Ауыл тұрғындарының ең қажеті сол су мәселесі. Жалпы аудандағы 61 ауылдың 80% орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Өткен жылы және 8 ауылда су құбыры жүргізіліп, 17 елді мекенде 56 көше жөнделген. Шалғайдағы бозойлықтардың су тапшылық мәселесі де шешілетін болды. Сумен қамтамасыз ету мәселесінде қазір биылғы жылы 1 миллиард 192 миллион теңге қаржы қарастырылған. Ол жаңа атап айтсақ, Шейін селолық округінде 188 миллион, жаңағы Қоғамшыл ауылында 155 миллион теңгеге, және де басқа да 6 ауылға биыл қаржы қарастырылып отыр. Оның барлығы су жабдықтау мәселесімен жаңағы ауыл ішіндегі көшелер жөндеулер жұмыстары әр уақытта біздің бақылауымызда. Ал биыл ауданда 5 жаңа мектеп салынады. Халық саны жыл сайын ұлғайып келе жатқан өңірде енді білім сапасын көтеруде кешенді жұмыс атқару міндеті тұр. Алмас Садуақас, Сәбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.